Сәлем. Кешегі, давай кешегі оқиғаны айтып берейін. Кеше бізде қызық болды. Бізде ол кезде 3 сабақ болды. 3 сабақ, ал қалған екісінде мен Зерек үйіне барып ойнадым. Үште мектепте болып, бізде қайттым. Үште мектепте деппін ғой, бірде мектепте. Сөйтіп, мен сендерге айтып берейін. Математикада біз амалдарды орындадық. Ол бірақ тапсырма болды. Айтып қояйын, ол маған қатты қиын болды. Бірақ тапсырманың өзінде қатты қиын болды. Оңай емес болды. Сосын екінші сабақта апай бізді құр отырмасын деп ойыншықтарды ойнатты. Сосын ойыншықтарды ойнатты. Сосын ал үшінші сабақта то есть екінші сабақта құр отырмасын деп ойыншықтарды ойнатты. Ал үшінші сабақта барлығымыз душаға кеттік. Сосын сыныпқа келгенде бізде барлығы столды көтеріп қойған. Сөйтіп біз сумкамызды алдық та ашылып үйге қайттық. Сосын мен қалған 2 сағатта досымның үйінде үй жағында ойнадық, и тренд түсірдік. Сонымен пока.